Жеңісхан Карпайұлы. Қалай қабелеңіз? Қадір Сизов. Мұны осы әңгіме шыққалы мұны үш жерге Таразға уже 4-ші рет па 5-ші рет келіп тұрмыз. Жаңағы компенсация ақшасын қайтару деген. Бұл ақшаны біз өзіміз ойдан шығарған жоқпыз. Бұл жоғарыдан, жаңа засуха болды, қылша шықпай қалды. Осыған жоғары жақтар осы ауыл шаруашылығындағы, осы қожа шаруашылығының жаңағы кеткен расходтарын жауапкерге өздері өкім шығарып берді. Халыққа жаңағы ауылдағы жаңағы крестьянское хозяйство дейді ғой мысалы. Соларға бәрінің өзінің гектарына қарай төлеп берді. Төлегенде бұл жай төлеген жоқ. Оны 8 адам, 9 адам 4 рет па 5 рет тексерді. Керек болса жаңағы спутникпен де тексерді. Жаңағы өздері метр салып өлшеп дәлелденді. Оның ішінде жаңағы ЧС-тің подполковнигі де жүрді, керек болса Берік ауданында. Оның жанында бір 8 адам комиссия var. Жаңағы облыстан, жаңағы неден, ауданның барлық жоғарғы әкімшіліктен. Ауылдың әкімі бар. Міне енді бәрін тексеріп келеді. Ақыр аяғында жаңағы 1,5 жыл өтіп кетті. Осындай әңгіме қайтадан. Түсінікті, андай болып тұр ғой бұл жерде. Басқарма ақшаны бөліп берді, министрлік арқылы. Енді қазір арада 1,5 жыл өтіп кетті. Қайттан келіп тексерістен кейін ақшаны біз оны біз сұраған жоқпыз. Айналайын бізге ақша қарыз бер деп біз сұраған жоқпыз. Өздері шығарды. Біз қуанып кеткен расходымызға ғана кетті. Бұл берілген ақша тек қана жаңағы жігіт айтты ғой. Жаңағы біз нанимат еткен трактористері бар, соляркасы бар, оның ішінде удобрениесі бар, басқа да кеткен расходты біз жаптық. Жабылмай қалды. Жалғыз бұл жерге мен келген жоқ, менің артында мысалы өзінің шаруа қожалығында жалғыз мен емес 3-4 отбасы бар. Міне әрқайсында 40-тан 5-тен мүшелері бар. Міне. Ал енді білмеймін енді не болады, не қалай болады. Сізден қанша қаржыны қайтар деп талап етіп тұр? Мен алғаным 2 миллион 300. Сізге берді? Мысалы менің өзіме тиісті бір 3 гектарым бар, мен соны айландырам. Міне осы 3 гектарды менде 3 отбасы отыр менде, мысалы. Енді 2 миллион... Осы 3 гектар үшін мен жаңағы осы 3 отбасымды мен асырап бағып отырмын. Керек десеңіз мен жеңіл машинам да жоқ, керек айтып отырмын. Міне осыны көрмейсіз бе енді? Жәрдем берді, рахмет. Ал енді 1 жылдан кейін келіп артынан ақша төлейді. Біздің кінәміз не бұл жерде? Ешқандай мен түсінбей қалдым. Пайда көрген жоқ. Ешқандай пайда көрдім. Ақшаны қайтара аласыз ба? Ақшаны қайтара аласыз ба, қайтара алмайсыз ба? Қазір жаңа айтып кетті ғой, қалай қайтарамыз? 3 гектарға бола мен қайта 2 жыл, мен 3 жыл бала шағыммен сол қайта негім керек. Сонда мен жаңа 3 отбасым аш қалу керек пе, мен түсінбедім осы. Жоқ, енді бұл басқарма министрліктің қандай тексерістен кейін, қандай желеуден кейін мұны ақшаны кері өндірмек? Не себепті? Бұл қайтар деп отыр ғой, бұл не себебін біз өзіміз білмей отырмыз. Не үшін? Нерде ревком тексерген сондай шешіммен келіп жаңа ақшаны қайтару керек дегеннен кейін біз соны естіп бәріміз үшін. Олай болып тұр ғой бұл жада.